Сондай-ақ арыстық 117 бала жазғы демалысын Қазығұрт ауданында өткізуде. Олар осы аймақтағы Сабыр Рақымов ауыл округіне қарасты Қазығұрт сауықтыру базасына орналастырылған. Игілікке Семей қаласындағы Қазақ мемлекеттік заң университеті мұрындық болып отыр. Айтып келмеген апаттан аман қалып, үй жайын қалыпқа келтіріп жатқан арыстықтарға ел көмек беруде. Соның негізгісі мектеп жасындағы балаларды жазғы демалыспен қамту. Ілкімді іске сонау Семейдің іргелі оқу орнында деме болғаны жас буынға қуаныш сыйлап отыр. Осы апайларға рахмет, шаралар өткізіп бәрін істеп отқандығына. Күніне 4 мезгіл тамақ береді, жататын орнымызға шейін күшті. Бүгін біз тауға шығып келдік және тауды көріп қайттық. Бүгін бізде тауда қызық болды, неше түрлі бұлақтарды көріп қайттық. Қазығұрт тауы өте керемет екен. Қазығұрт турбаза лагері, ол күшті лагерь, бізге қатты ұнады. Неше түрлі ойын-сауықтар болады. Ағайлар көңіл күйімізді көтереді, апайларға да рахмет. Салқын ауа табиғаты келіскен таулы аймақ балаларды алаңсыз қуанышқа бөлеген. Арыстық балалар доп теуіп, суға шомылып, ән салып, би билеп, көңіл көтеруде. Таң қылаң берісімен әр топқа бөліп, ұрандап сапқа тұрып, тауға серуендеп, бір сәт тынығып қайтатын балалар бір-бірімен жақын сырласатын достар тауып үлгерген. Балдарға күніге неше түрлі іс-шаралар өткізіледі. Табиғат аясына мына жерде киелі Қазығұрт тауына шығып, серуенге шығып келіп жатыр. Балдарымыздың көңілдері көтеріңкі. Қазіргі көріп отқандарыңыздай мына сайқымазақ бөлінде бұл лагеріміздің тәрбиешілері, әрі тәрбиеші, әрі осы сайқымазақ киімдерін киіп, костюмдерін киіп, балдарды қызықты ойындармен беріледі, көңілдерін көтереді. Жазғы демалыстың қызығы доп теуіп, дос арттырумен шектелмесі анық. Сондықтан бұл жерде арыстық балғындар үшін түрлі үйірмелер мен робот техника сыныбы жұмыс істеп тұр. Арнайы тәрбиешілер балғындардың қауіпсіздігін жіті қадағалап отыр. Арыста болған жағдайды ұмыттыру үшін, көңілдерінен шығару үшін, қызықтыру үшін, жаңағы арғай талпындыру үшін біз қызмет жасап, балдардың көңілін көтеріп жатыр. Сол мақсатта арғай қызмет жасай береміз, көңілін көтере береміз. Балдар қуанышты болса, балдарға бақытты болса, бізге керегі сол. Арыстық оқушыларды 100% жазғы демалыспен қамту ісі жергілікті атқарушы биліктің жіті қадағалауында. Балғындардың алғашқы легі еліміздің өзге қалаларына аттанған болса, бір қатары Түркістан облысына қарасты демалыс орындарында тынығуда. Қазығұрт ауданынан Нұржігіт Сейдінбаев, Сапарбек Қалботаев, Гүлмаржан Молдатос, Тұран Ньюс.